Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздің жазғы лагерімізге қош келдіңдер. Енді осы жазғы лагерь сендерге ұнайды деген ойдамын. Барынша көңілді өткіземіз. Мен бұндай ауылды жерде болатынын тіпті білмедім ше, ато келмейтін дедім. Ой, мен де келмейтін дедім, бұндай слишком ауылды жерде ше. Қойдаш қыздар, бірақ мен өз басым осы жерден, осы лагерден өзіме көп достар тапқым келеді. Көреміз енді, қызық бола ма, болмай ма, не болатын. Я, көреміз ғой. Жарайды оқушылар, қазір әрқайсыңыздың өздеріңіздің бөлмелеріңізді таныстырамыз. Менің артынан жүріңіздер. Жарайды. Сәлем қыздар, мен сендердің комнаталарымен сендермен бірге тұрсам болады ма? Ой, мынандай тағы біреу келді ма? Жоқ, біз сен сияқты бедняшка қыздармен араласпаймыз. Я сен сияқты қыздармен да араласу мүмкін емес шығар. Кете бер, бұл жақта орын жоқ саған ешқандай. Ой, жарайды. Сәлем қыздар, сендермен бірге осы бөлмеде тұрсам бола ма? О, привет. Я тұрсам болады. О, рахмет, жаңа бір қыздарға барғам. Олар типа жақтырмай бөлмелеріне кіргізіп қойды. Жарайды, бізбен бірге тұрсам болады. Менің есімім Карла, яғни Қарлығаш. Ал менің есімім Маружан. Менің есімім Мерей, танысқаныма қуаныштым. Сізге қуаныштым. Жарайды, еркін жүре бер. Жарайды. Ал енді қыздар, бұл сендердің бөлмелерің. Енді ақырындап орналаса берсеңдер болады, сендерге ұнайды деген ойдамын. Жарайды, рахмет, сізге де бара берсеңіз болады, біз өзіміз жайлап орналасып аламыз. Жарайды. Маған бөлме прям күшті аха. Осы лагерь енді жақсы өтеді деген ойдамын. Мен де солай ойлаймын. Жаңа тамақтануға шақырып жатқан, тез заттарымызды қойып басына түсейік. Я кеттік. О, қараш, біздің орнымызға кімдер отырып алған. Бұлар білмейді, бұл орын кімдікі екенінде. Вроде сондай. Сәлем қыздар, бұл вообще-то біздің орнымыз. Я, бұл біздің орнымыз. Сендер неме отырып алғансыңдар? Қайне тұрыңдар. Сәлем қыздар, кешіріңдер, бірақ бұл біздің орнымыз. Қайдағы вообще бұл біздің орнымыз? Онда Эдуард апайды шақырайықшы, сол кісіден сұрап көрейік. Не болды қыздар, айта беріңдер. Эдуард апай, айтыңызшы, бұл VIP орын біздікі қоя. Жоқ қыздар, кешіріңдер, бірақ бұл сендердің орындарың емес. Бұл осы екі қыздың орны. Яғни бұлар осы орынға тұрады. Ой, апай, сіз шатасып тұрған шығарсыз. Может, қағазыңызға тағы бір рет қарап жүрсеңіз, бұл вообще-то біздің орнымыз. Жоқ қыздар, мен ешқандай шатасқан жоқпын. Бұл сол қыздардың орны. Сіздер ар жаққа залға отырасыздар. Ортаңғы столда Мерей деген қызбен. Ой, Мереймен ба? Тағы да туф. Қойыңдаршы. Кеттік. Ой, міне осы ғой Мерей деген қыз алдында біздің бөлмеге келген. Ой, тағы да сен ба, міне сенің кесірінен біз ар жақтағы VIP орынға отыра алмай қалдық. Кешіріңдер қыздар, бірақ менің қандай кінәм бар? Вот сенің осы жерде кінәң көп, түсіндің ба? Сенің кесіріңнен біз ана VIP орынға отыра алмай қалдық. Я, бұл сенің кесірің. Фу, даже сенде адамдардың лагерьге қалай келетінін білмеймше, урод білейін. Қыздар, бірақ сендердің айтып жатқандарың мүлдем дұрыс емес. Сен шешпейсің ғой біздің айтқанымыз дұрыс па, дұрыс емес пе? О, сәлем қыздар. Бұнда не болып жатыр? О, Адик, привет. Қараш, мына Мерей деген қыз бізге жабылып жатыр. Ол не істегенін білесің ба маған? Саған кейін өзім барлығын түсіндіріп берейінші. Жарайды. Білесің ба, Адик? Ол маған кінә жаба салды әшейін. Ол менің сары көйлегімді жыртты. Бірақ бәрібір де мені кінәлап жатыр.
еще менің блокнотым жыртып кетті. Оның ішінде қаншама маған қымбат суреттер бар еді. Ол бұны қалай істейді? Оның сазайын беру керек не болса да. Иә, ол менің жақын подругамның блокнотын жыртып кетті. Жай ғана біз сұрағанбыз ғой, неғып бұлай істедің деп. Ол болса сөзбен емес бізге атылып кетті. Жарайды қыздар, жыламаңдар. Бұл іспен өзім айналысатын боламын. Жарайды, Адик, саған сенеміз. Сәлем, неге мені шақырдыңдар? Так, Мирей деген қыз сен емес пе, иә? Иә, бірақ не болды? Барлықтарын жиналып алыпсыңдар ғой. Сенімен біздің шаруамыз бар. Сен мына қыздың көйлегін және блокнотын жыртып кетіпсің. Неге олай істейсің? Сен жай ғана бұлай жай қалдырмау керек бұл затты. Қалай маған жала жауып тұрсыңдар? Мен олай істеген жоқпын. Қандай блокнот айтып тұрсыңдар сендер? Қандай көйлек? Өтірік істегенде болмаш. Барлығын сен істедің ғой, иә? Жоқ, мен істеген жоқпын. Сен істедің, мойындасай тиістейсің. Иә, сен істедің. Прям тамақтар тәтті, иә? Иә, қазірден бастап лагердің өзі маған қатынап жатыр. Тоқташ, ар жақта не шум болып жатыр? Білмеймін, кет көр келек. Сәлем. Онда не болып жатыр? Сендердің шаруаларың болмасын. Қандай шаруа саған? Бұл қызды жібер. Не істеп қойды ол сендерге? Ол не істегенін білесің ба? Мына қыздың блокноты мен көйлегін жыртып тастаған. Сендердің оған дәлелдерің бар ма? Бұл қызға жабыла бермеңдер. Жоқ, саған сен бұған араласпа. Араласамын. Және де егер де тағы да осындай жасайтын болсаңдар, менен жақсылық күтпеңдер. Ой, кетішсен. Кеттік жігіттер. Той барлығы күшті болып келе жатқан кезде ана екі қыз айтамды, болмайтын жерге тағы да қыстырылып. Бірақ менің күлкім келіп тұр ше. Бұлай болады деп тіпті ойламадым. Мен де ойламадым. Мен бірақ бұдан да қызық бола ма десе, ана екі қыз айтам. Екеуі жоқ болғанда. Иә. Айтпақшы, мен Адикке бірдеңе айтайын деп едім. Не айтайын деп едім? Сәлем қыздар, мені шақырдыңдар ма? Иә, Адик. Пожалуйста, бұл істі сен бұлай қалдырмайсың деп ойладамын. Әрине қыздар, бұлай қалдырмаймын. Олардан, ана екі қыздан да кек алуға тырысатын боламын, уайымдамаңдар. Жарайды. Мирей, қош келдің біздің бөлмемізге. Енді біз доспыз деп ойлаймыз, барлығымыз. Рахмет, мен де солай ойлаймын. Ақыры бүгін үшеуміз бірге екеуміз енді бірге көңіл көтеріп қалайық та. Мирей даже біздің заттарымызды көріп, киімдерімізді киіп көрсең де болады. Енді сен біздің досымызсың ғой. Ой, рахмет сендерге. Жарайды. Мирей, саған рахмет. Бүгін үшеуміз күшті ойнадық. Иә, маған да ұнады. Күшті көңіл көтердік. Иә, Мирей, осылай келіп тұрсаң да болады біздің үйге. Яғни біздің бөлмемізге. Жарайды, әрине келіп тұрамын ғой енді. Енді мен кете берейін. Сау болыңдар. Пока. Ой, бүгін күшті көңіл көтердік. Я қатты шаршап тұрмын, мен ұйықтадым. Мен де шаршадым, мен де ұйықтаймын. Бағаны маған айқайлап кеткен үшін мен саған көрсетемін. Барлығын шашып кетемін. Ертең өзің бәрін көретін боласың. Маған айқайлап кеткен, мен саған неге көрсетемін. Енді не істейді екенсің көрейік. Ұйқынан тұрайыншы. Бөлмемізге не болған?